Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін керемет сырты қытырлақ болып келетін, іші өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын сазан балығын дайындайтын боламыз. Алдымен мен ыдысыма осылай тұз бен бұрышты салып, екеуін араластырып дайындап алатын боламын. Бұл жерде енді балықтарыңыздың көлеміне қарай көз мөлшерімен дайындай бересіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Балығымызды жуып, тазалап, осындай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін тұз бен бұрышымызды жақсылап, жан-жағына толықтай жағып шығамыз. Барлығына жағамыз бар жеріне. Одан кейін 20-30 минутқа сіңгенше қойып қоямыз. Тұз бен бұрышымыз сіңу керек. Ендігі кезекте кляр дайындайтын боламыз. Оған 1 стакан сүт, шым-шым тұз және жұмыртқа қажет болады. Мен балығым үлкен болғандықтан 3 жұмыртқа қостым. Және ұн себеміз кішкене жақсылап, толықтай араластырып. Мен осындай далада қазанда жасадым. Майымызды құйып қатты қыздырып, балығымызды клярға аунатып, қызып тұрған отта жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай балығымыз өте керемет болып қызарып пісіп жатыр. Міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығатын балықтың түрі. Міндетті түрде жасап көріңіздер.